Сәлем, парақшама қош келдің. Өзбек халқының өте тойымды және өте дәмді мәшһүрда сорпасын дайындайтын боламыз. Егер арнама тіркелмеген болсаң, подписаться кнопкасын басып кет. Ал енді қажетті заттарымыз түгендеп алайық. Алдымен міндетті түрде маш қажет болады. Және де күріш, картошка, морковь, пияз, ет және тәтті болгар бұрышын қолданатын боламыз. Алдымен кастрюлемізге осылайша сұйық майымызды құйып алып қыздырамыз. Қызып тұрған майдың үстіне етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін пиязымызды салып, тағы да бір араластырып қуырамыз. Морковьтарымызды ұсақтап, төртбұрыштап турап, оны да бір қуырып аламыз. Және кейін өзіміздің тәтті перецімізді төртбұрыштап тураған күйінде тамағымызға қосып, араластырып қуырып аламыз. Дәміне қарай чеснок қоссаңыз болады, тұзын, бұрышын, тәтті паприка қаласаңыз кориандр қосыңыз, және де томат қосып, жақсылап тұрып, осының барлығын араластырып, бір қуырып жібереміз. Үстінен су құйып, 10-15 минутқа отқа қайнатып, баяу отта етіміз піскенше бұқтырып аламыз. Тазалап жуылған машты кастрюльге салып, тағы да бір 30 минутқа баяу отта астын басып қайнатып аламыз. Содан кейін картобымызды және күрішімізді салып араластырып, тағы да бір 20 минутқа отқа қоямыз. Сонымен біздің көжеміз дайын болады. Үстінен петрушка, укроп, тағы қандай өзіңіз қалаған зелень салып, іше берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Арнама тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда жүздескенше сау болыңыз.